Сәлем барлықтарыңа, бүгін химиядан ертінді тақырыбына ұбт-дан келетін нағыз сұрақтарды қарастырамыз. Массасы 240 грамм суда 10 грамм натрий гидроксиді ертілді. Алынған ертіндінің тығыздығы 1,4 грамм миллилитр. Сілтінің ертіндідегі малярлық концентрациясы. Ең бірінші малярлық концентрацияның формасын жазамыз. Ол бізде тең болады С массалық үлес көбейтілген тығыздық, оны көбейтеміз 10-ға, бөлеміз малярлық массаға. Енді бізде жалпы ертіндінің массасы 10 және 240, демек 250-ге тең болады. Осы арқылы біз натрий гидроксидінің массалық үлесін тауып аламыз. Ол бізде 10-ды бөлеміз 250-ге, көбейтеміз 100-ге, ал 4% болады. Енді 4-ті көбейтеміз 1,4-ге, көбейтеміз 10-ға, бөлеміз натрий гидроксидінің малярлық массасына 40-қа бөлеміз. Сол кезде бізде шығады 1,04 маляр.